Петропавлда 1990 жылдың қатерге толы жаза офицердің естеліктері атты кітаптың тұсаукесері өтті. Онда 1990 жылы Өзбекстанның Ош қаласында болған ұлтаралық қанды қырғын оқиғасының куәгері сол кездегі майор Манас Мағұловтың естеліктері жазылған. Кеңес одағының соңғы жылдары көптеген ұлтаралық жанжалдарға толы болды. Солардың бірі 1990 жылы қырғыз елінің шағын Өзген және Ош қалаларында орын алған қырғыздар мен өзбектер арасындағы қанды қырғын. Бұл бір күнде туындаған мәселе емес, көптеген әлеуметтік және экономиканың құлдырауына байланысты пайда болған жанжал. Қызмет бабымен қырғыз елінде жүрген сол кездегі майор Манас Мағұлов куә болған оқиғалар жайында күнделік жүргізген еді. Арада 25 жыл салып, осы естеліктер кітап ретінде басылып шығып отыр. Құжаттарды, материалдарды түгел жинап жүрген өзімнің сондай жағдайым болатын. Қазір біраздан өткеннен кейін өзім пенсияға шыққаннан кейін ойыма келді. Осы болған кездегі уақиғаларды жазып, жас өспірімдерге, жаңағы келіп жатқан курсанттарға, болашақтағы офицерлерге жазып түсіндіруге. Мынау біздің Қазақстандағы біріншілік халықаралық татулас ол жай бір күнде келген жоқ бізге. Оның түгелі үлкен жұмыс, үлкен саясат. Кітап авторы еңбегін жазу барысында сол кездегі саясатқа баға берген жоқ, тек өзі куә болған оқиғаларды суреттеді. Шағын ғана жазбалар жинағының тәрбиелік мәні де жоқ емес. Ең бастысы, кітапта Қазақстандағы ұлтаралық келісімді қадірлеу, ынтымақтастықты сақтаудың қаншалықты қиын екендігі жайлы жазылған. Бейбіт өміріміз ол біздің болашақ ұрпағымызға аманат. Негізі осы ата бабамызды осы ұрпаққа деген үлкен жерімізді өз көрмегенде ұрпақ көрсін деп, ұрпақ қандарын төгіп найзағайдың ұшымен, білектің күшімен осы қалдырып кеткен біз ұрпаққа. Сол себепті ата бабамыздың өмірі кеткен соң осы бейбіт өмір өте маңызды болып саналады. 1990 жылдың қатерге толы жаза офицердің естеліктері атты кітап небары 300 данамен басылып шықты. Оның 20-сын автор Ұлттық ұлан әскери институтының кітапхана қорына табыстады. Әсел Оразбаева, Анатолий Белонок, ақпарат.